Сәлем, қалайсыздар достар? Біз тағы да канцтоварларға шықтық. Кешке шығып іздеген, біз таба алмадық. Скотч, двухсторонний скотч екен, сосын бір мынандай шегінде не дейтін еді, кеше сен айттың. Пружинасы бар, блокнот керек екен Аннелюкке. Біздің қыздар ойларына бір нәрсе алып алса, соны орындатпай қоймайды ғой. Мама қашан барамыз, мама қашан алып бересің деп. Үшім соған шықтық. Бізде бүгін күн салқын, әдемі тұр. Қайта 2-3 күн болды Қызылордада күн салқын, әдемі болып жүр. Түнде вообще сап-салқын терезені жауып қоя берем. Тоңып қаламыз кәдімгідей. Сол жолай тағы да мен өзіме петличка алғым келіп тұр. Ангелюк екеумізге. Біз петличка алғасын, мама екеуміз андай ниет, мармеладтардың дәмін көреміз деген видео ма челлендж ба сондай түсіреміз. Вот, Аннелюктің жоспары мықты. Осындай челлендждер түсіреді екенбіз Аннелюк деген. Так, ананы түсіреміз, так, мынаны түсіреміз, мынандай аламыз деп уже бәрін ойластырып қойған. Соларды алуға жолға шықтық. Аннелюк екеуміз тұрайық. Мен видео түсірем деп жаңа терезені жауып тастағанмын ғой, сөйтсем Аякош айтады, терезеңді ашшы, түтін шығып кетті дейді. Түсінбей жатырмын не түтін деп, сөйтсем терлеп кеттің дегені ма? Түтін шығып кеттік, түтін шығып. Түтін шығып кеттік, терлеп кеттік дегені ғой, түтін шығып кеттің. Осындай әдемі жерге келе жатырмын мен петличка көруге, бірақ мынандай тұр да, ыңғайсыз өте алмай жатыр, ремонт болып жатыр екен. Домдарға ремонт жасап жатыр. Базардың вайпы. Мыняқта күшті жүгері сатып жатыр. Папа қыдықтай алмай жатыр. Папасын қыдықтап мазасы бермей жатыр папасына. Енді папа күлмей жатыр ғой. Папаңнан күлуі қиын сияқты ғой. Біздің спискі көріп күліп жатыр папамыз. Осы ақ па деп. Осыған ғана шыққанбыз деймін ғой. Петличка қымбаттау екен жаңағы кірген жақта. Екеулік жоқ екен, сонымен жайна жаққа келдік. Неғып ұрысып атсыңдар, папа екеуің Аяны? Не деп атсыңдар? Біз бассейн, катушка болып жүрміз. Біз Ангелюк екеуміз петличка іздеп жүрміз. Неше түрлі петличка көріп екеуміз қарсаңыздар подружка болып жүр ғой. Шаш жинап жүрейін. Неше түрлі петличкалар көріп, қайсысын аларын білмей жатыр. Біз очень петличкалардың барлығын көріп шықтық, бізге бірақ дұрыс ұнамады, дауыстарынан ондай бір қатты эффект көрген жоқпыз. Одан осылай телефонмен түсіре берген жақсы ма дедік қой, или бірден қымбатын алу керек. Біз примерно 20-25 минуттарда көріп едік қой, 100 000 теңгеліктер де бар екен да петличкалардың. Одан арзандары вообще білмеймін, андай 40 деп дауысы дұрыс естілмеді. Сонымен, короче, алмайтын болдық. Телефонмен осылай түсіре береміз пока. Аннелюк Аякошты тез жүр деп жатыр, мен Аннелюкке тез жүр деп жатырмын. Аннелюктің білезігін тағып алдым. Біз неге баратырмыз? Канцтоварға баратырмыз. Осы жақта неше түрлі гүлдер бар. Күшті, жақсы көремін осы жақтың гүлдерін. Дәу. Вазаларды қарастайшы, күшті. Осындай күшті не көріп тұрып, именно мынандай пружинамен керек қой Аннелюкке. Мынау деген іші деу екен. 2000 теңге ма сондай өтем? Не, осындай. Мынау вообще күшті екен, Ангелюк сырты қатты. Ұзаққа ішітеді. Аннелюктің таңдап тұрғандарын қарасаңыздар, әдемі. Мынау вообще әдемі екен, сүйкімді мысықтар бар. Ангелюк Аякошты таңдап жатыр, әйтеуір білмеймін, не таңдап жатқан. Мыняқта тұр екен ғой, кішкентай лаулары. Шамалы, мынау қатты. Кішкентай ғой? Қатты кішкентай өп кетсе ма? Мыналар ше? Бұл слишком кішкентай ма? Қатты күшті ғой, сүйкімді, тез толып қалады ішіне бумажный сюрприздары. Болмайды. Қандай olur? Ол слишком дәу. Ішін толтыра алмай кетесің оның. Не? Скотчтың көкесіне алып келдік Ангелюкті. Аякош деген. Осындай, мыняқта уже арзан. Көрдің ба? Бұл не? Бұл ондай скотч емес. Мынау ғой бізге керегі. Біз жұмыстарымызды бітірдік, бір-екі заттарымызды алдық. Енді Магнумге барып
қыздар бургер жейміз дейді, бургер аламыз, сосын барып асықпай үйге қайтарып шығармыз, құдай қаласа. Демалыс деп жүрміз. Иә, мороженое, еще қиылмар мороженое, сондай аламыз. В общем, анам алды. Тал түсте серуендеп жүріп қой. Негізі кешке қарай шығу керек еді Магнум жаққа, аннеліктер. Мен тиктоктан көріп қалдым да, жаңа тиктокта осындай тренд болып жатыр дейді, аттестат дипломдарын лақтырып жатыр, мусорға лақтырып жатыр. Бір қыз вообще сахнадан мұғалім беріп жатыр, қолын алды да лақтырып жіберді сахнадан. Ужас. Не деген ұят нәрсе ол? Не деген тренд? Ондайтын трендті құрсын, трендті құрсын ондай. Ол қанша жылғы еңбекті лақтырып жатыр, иә? Ата-анасының қанша үмітін лақтырып жатыр олар ше. Ол дипломда, аттестатта әкесінің аты жазылып тұр, соны лақтырып жатыр. Күшті нәрсе ойлап тұрмын, мен трендтемін деп ойлап тұр да, ол балдар, қыздар ше. Жастар ғой енді. Жыным келіп кетті да, аналарды көріп кәдімгідей мусорға лақтырып жатыр. Енді ойлап тұрған шығар, дипломның қажеті жоқ, анау айлыққа жұмыс істемеймін, күшті бір бизнесмен болып кетемін деп. Я, конечно, көбірек ақша табуға ұмтылу керек. Бизнес ашса тіптен жақсы ғой, я. Бірақ диплом бәрібір керек қой, оқу, білім деген бар, бәрібір керек. Түсінбедім мен, ондай трендті түсінбедім. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause Магнумның іші салқын, күшті. Гүл деп отқан, гүлді құсты айтып жатыр Аяна. Күшті орын тауып алайықшы, Аннелік, терезе жақтан. Таза жер іздеңдерші. Қай жер таза? Біз Аякош екеуміз бар, заказ беріп келдік. Тұра берсін. Біз анда кішкентай ғана фломастер алдық, бір ғана маркер алдық, қара. Біз барған жерде только қара түсі ғана бар. Бізде баяғыда бар тұғын. Иә. Суреттің жиегін ғана бояуға Аннелік алды. Бізге бумажный сюрприз деген, ойбой, бір не болды ғой. Жыр болды үйде. Бүлдірмеш, Аякош. Шым заказымызды күтіп отырмыз. Заказымызды күтіп отқанда. Кел, Алихан. Алиханға великтер, бұл женский ғой, қыздарский, 57 мың дейді. Ол саған кішкентай болады шығар, уже Аннелік. Ол бірақ саған үлкен шығар. Сен бірақ айдай алмайсың ғой. Алдын көрген киімдеріміз ғой, новинка болмаған ба әлі? Тым жаңа көйлектер әкелмеген ғой. Ой, Аякош, уже неше рет ұстадың оны келген сайын. Мынау да өткендегі көйлектер. Аннелік өзіне костюм көріп отырмын, күшті. Осындай көйлектердің сыртынан кес алуға. Осындай ұзын епкалар маған ұнайды. Айкоси да көріп жатыр өзіне джинсы. Джинсы костюмдер жақсы көрем. Мә, сенің джинсың күшті, Аякош, модный. Бірақ дұрыс киіп жатқан жоқсың. Арты прям әдемі екен мынау. Кән, араш. Күшті екен. Қанша екен бағасын көріп жіберейін. Модный костюм әдемі. Күшті екен, е? Аннелікке мынандай футболка ұнап тұр. Бағасы қымбат емес екен, 1,5 теңге, 2,5 теңге ма? Өтірік айтамын. Мына қара, 1400 теңге. Скидка. Джинсы юбка көргісі келіп еді. Иә, онша емес отқан. Юбка күшті бірақ. Үстіне бір қара кофта алғысы келіп еді. Ол да жараспайды. Ол лосинамен жарасады бұл. Әкел.
мына мен үстіне жараспаймын. Сеня. Сим, моя дед Максим, мать моя Даша, другого Даша, енді не қылады, докторша қарайды, алло, докторша, доктор кірді есікке, тышқан шықты есікке, Біз сим ойнап отырдық та, Алиханды қарасаңыздаршы. Алихан мен папасы заказға кетті. Аяқ ұшпен. Алихан ойланып отыр. Үші міне мен куриный бургер алдым. Аяқ ұшы екеумізге бірдей екен. Менікі де бір жоқ. Сенікі де куриный айтпақшы, е? Аяқ ұшы жейсің ғой сен, е? Нанын ғана жеме, бәрін қосып жеу керек. Ана Алихан нан іздеп тұр, ана қара іздеп жатыр. Келесі келген кезде Анүлік пен Аякушқа бургер алмаймыз. Жемейтіні қалды. Еш нәрсе алып бермейміз, өзіміз жеп аламыз. Қалды бұсқаға, біз жеп қоямыз. Қолымда ұстап жүр. Тәтелеріне мороженое алдық, Алиханға мороженое жоқ. Оған қасық алдық. Қасығын ұстап апты. Тәтелермен бірге жейді. Әйтпесе бұл тауса алмайды бір өзі мороженойды. Сенға байыптына. Алихан ұйықтап қалды, шаршап. Біз осындай маркер біреу ғана алдым. Жиегін ғана сызатын. Негізі басқа цветтерін алайын деп біреу ғана болды. Ой, үйге просто қайшы алдық. Скотч алдық осындай двухсторонний. Көрейік деп жабыстыра ма, жабыстырмай ма. Осындай фломастер суреттерін жиегін тоқы сызуға. И ең бастысы міне каталог дейді. Каталог ба, Анүлік? Не каталог? Каталог болады екен. Осыларға бумажныйларды жабыстырамын дейді. Үшім осындай дәптер, то есть блокнот алып бердім. Сыртында суреттері күшті мысық. Шестірақ еш. Аякуш пен Анүлік енді жұмыс істейінде жатыр. Жаңа алып келген маркермен, өшім Аякуш сурет салған. Тек қана параққа емес, ол дастарханға салып қойды суретті. Бәріне өткетіпті маркерден. Мынау енді кетпейді, мен сүртіп атсам, мынау уже су жаңа су, мен сүртіп қайтайды. Жақсы болды, мына тапочкаға қарап, шай ішеміз енді. Астына бірдеңе салып береді. Былай суретің әдемі, өзің салдың ба, Аякуш? Екі пар тапочка сапты, ішінде гүл үй бар. Ал мынау деген міне күшті болды енді дастархан.